Ассаламалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті игі жақсылар, жақсы жесеңдер. Міне біз бүгін Саялы Сарыағаштың төрінен орын алған, қазақ елінің мақтанышына айналған ислами орталықтың діңгегі, тірегі үлкен мешіттің алдында тұрмыз. Әрине, бұл мешіттің орнында кезінде қамыс басқан жай ғана көл бар еді. Ал енді әуелі Алла, одан кейін жомарт жандардың, яғни сіздердің арқаларыңызда бітіп жатқан осы үлкен істің бүгін 1 жылға толған мерейтойы. Той құтты болсын, ағай. Ұстазы мықтының ұстанымы мықты дейді. Немесе ұстазы жоқтың ұстазы шайтан дейді атам қазақ. Міне әлгінде ғана айтқан 1000-ға жуық шәкірттерді тәрбиелеп білім беріп жатқан ұстаздарға арналған ұстаздар үйі арқамызда тұрған. Міне бітуге де жақын қалды. Атсалысайық бауырлар. Ар-намысты ұрпақ ақ жаулықты анадан туады деген. Ал иманды жігіт инабатты анадан туады деген. Міне менің оң қапталындағы ғимарат осы Сарыағаш ислам орталығының қыздар медресесі. Бұл жерде 625 қызға арналған жаңа ғимарат салынып жатыр. Міне былтыр ғана келгенімізде қаңқасы ғана тұр еді. Міне биыл дуалдары салынып, шатыры жабылып, терезесі салына бастапты. Әрине, бұл ғимаратта жомарт жандардың көмегін күтіп тұр. Алла разылығы үшін жомарт жандар болса, жәрдем беріңіздер.